Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Қыстың қамын жазды ойла демекші, бүгін сіздермен қызылшадан икра жасаймыз. Икра өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасаңыздар достар. Қажетті ингредиенттердің граммы описанияда. Бізге ең алдымен қызылшаның өзі қажет. 2 үлкен пияз, 1 бас сарымсақ, қызанақ қажет. 3 үлкен болгар бұрышы және 500 грамм сәбіз қажет. Бірінші пиязымызды майдалап турап аламыз. Одан кейін болгар бұрышын да майдалап турап аламыз. Сәбізімізді ет тартқыштан өткіземіз. Одан кейін қызанақты өткіземіз. Одан кейін қызылшаның өткіземіз. Қазанымызды алып, отқа қойып, қыздырып, 300 мл сұйық май қосамыз. Жақсылап қыздырып, бірінші пияздың өзін қуырамыз. Пиязды 5 минут қуырғаннан кейін сәбізді салып, тағы да 5 минут қуырып аламыз. Сәбізден кейін болгар бұрышын саламыз. Енді қызанақты қосамыз. Араластырып, қызанақтан кейін қызылшаның өзін қосамыз. Бәрін бірге жақсылап араластырып, бетін жауып, жарты сағат бұқтырамыз. Астын пәс етесіздер. Ара-арасында қозғап тұру керек. Жарты сағаттан кейін сарымсақты қосамыз, үкіштен өткізілген. 2 ас қасық тұз қосамыз. Дәміне қарай өздеріңіз қосасыздар. Мен 2 ас қасық қостым. Және 9% сірке су. 2 ас қасық қосамын. Тағы да бетін жауып, жарты сағат бұқтырамыз. Дәмін көріңіздер. Егер қышқыл болып кетсе, қан қосып жіберсеңіздер болады. Мен 3 ас қасық қанын қостым. Енді залалсыздандырылған банкілерімізге құйып шығамыз. Бетіне залалсыздандырылған қақпақты жауып, жылы жерге орап қоясыздар. Міне, менің икраларым дайын болды. Дәмі өте керемет. Мен жылда осы рецептпен жасаймын. Сәтті шығады, атылмайды. Достар, рецепт ұнады деген ойдамын. Менің видеомны соңына дейін тамашалағаныңызға үлкен рахмет сіздерге. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Көріскенше достар.